Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, қатпарлы болып шығатын осындай қаттамамызды пиязбен және арасына көк салып бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен табағымызға осылай суымды құйып, оның үстінен бір шай қасықта тұз салып, үстінен сұйық майымды құйып, қолымызбен жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Яғни тұзымыз еріген соң үстінен ұнымыздың барлығын салып жібердім. Оның мөлшерлерінің бары астында описанияда жазылған. Енді осылай жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Яғни оған дейін мен арасына салатын салмамды дайындап алатын боламын. Яғни мен 2 кішілеу пиязды осылай майдалау етіп турап алдым. Міндетті түрде майда етіп тураңыздар. Оның үстінен жарты пучок кинза, жарты шай қасық толмас тұз және жарты шай қасық толмас қара бұрышымды салып, жақсылап араластырып алдым. Егер сіздер өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар, жаңағы паприка болсын, ащы қызыл бұрыш болсын, оны да салсаңыздар болады. Енді дайын болған қамырларымызды мен осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Қамырларымызды доп-домалақ етіп біркелкі формаға келтіріп алатын боламыз. Қалған қамырларымызды да дәл осылай жасап, біреуін алып, жақсылап жаямыз. Яғни қалған қамырларымыздың бетін жауып, қойып қоямыз. Енді кішілеу оқтаумен жайып алатын боламын. Яғни біздің қамырларымыз кішкентай ғана бөлік. Кішкентай оқтаумен жайсаңыздар да болады. Осылай үстінен ұн сеуіп, жұп-жұқа етіп, қамырымызды жайып аламыз. Жайып алған қамырларымыздың үстінен мен сары майды ертіп жағатын боламын. Қатты құйып жағудың қажеті жоқ. Не осылай жағып алдым. Енді оның үстінен жаңағы салмамды мен 4 бөлікке бөліп алдым. Яғни 4 қамырымызға арнап, соның біреуіні үстінен салып, қасықпен жақсылап біркелкі болғанша, яғни қамырымыздың барлық шетіне біркелкі етіп жағып алатын боламыз. Енді үстінен оқтауымызды қойып, қамырымызды осылай оқтауға орап шығамыз. Қатты қолдарыңызбен баспаңыздар, жай ғана орасаңыздар жеткілікті. Енді үстінен пышақпен осылай кесіп шығатын боламыз. Оқтауымызды қамырымыздан ажыратып аламыз. Енді қамырымыздың дәл ортасынан тағы да пышақпен кесіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың біреуін осылай орап шығамыз, яғни шеттерін дұрыстап шығып кетпесін. Міне осылай орап шықтым. Енді ораған қамырымды екінші қамырымның үстінен қойып, тағы да орап шығамыз. Міне осылай біздің қамырымыз дайын болды, яғни қаттамамыздың қамыры дайын болды. Енді қалған қамырларымызды да қалған 3 қамырымызды дәл осылай жасап, тоңазытқышқа, яғни мұздатқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне мен 15 минут қойдым. Енді қамырларымызды жайып, яғни қаттамаларымызды жайып аламыз. Жайған кезде біраз қиналуларыңыз мүмкін, яғни оқтау жабысып, өйткені пияздың суы шығып, солай болады. Ұн сеуіп жіберіп, осылай жайып алыңыздар. Дайын болған қаттамаларымызды қызып тұрған сковородкамызға мен 3 ас қасықта май құйып пісіретін боламын. Майды көп құйып жібермеңіздер. Қаттамаларыңыз қатты майланып кетуі мүмкін. Енді осылай қаттамамды салған соң мен газдың астына төмендетіп, бетіні қақпақпен жауып, осылай пісіріп алдым. Бір жағы қызарып шыққан соң, қаттамамыздың екінші жағын да аударып осылай пісіретін боламыз. Егер сіздердің майларыңыз осылай мен сияқты тартылып кетсе, тағы да 2 ас қасық май құйып жіберсеңіздер болады. Тағы да бетіні қақпақпен жауып, төмен отта
қаттамаларымызды пісіріп аламыз. Сонда қаттамаларымыз әдемі болып, араларына шейін, пияздарына дейін әдемі болып піседі. Дайын болған қаттамаларымызды ыдысымыздың бетінен қағаз төсеп осылай салып алдым. Яғни қағаз қаттаманың майын өзіне әдемі сіңіретін болады. Енді қалған қаттамаларымызды да дәл осылай пісіріп алыңыздар. Міне біздің қаттамаларымыз дайын болды. Өте дәмді, аралары қатпарлы болып, жұп-жұмсақ болып, әдемі болып шықты. Достар, менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және колокольчикті басып қойсаңыздар, менің каналымнан өзгеше рецепттерді көре аласыздар. Ас болсын!